Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен тауықтың төс етінен куриный рулет жасаймыз. Оған бізге керегі тауықтың төс еті, жаңғақ, мейіз, панировочный сухари, тұз, бұрыш, жұмыртқа, ұн және сүт. Ең бірінші не істейміз? Тауықтың төс етін алып, мынандай пакетімізге салып, әдемілеп тұрып, оны мынандай мінекей отбивной молотокпен жақсылап тұрып ұрып аламыз. Бұл жерде бір айта кететін жайт, тауықты ұрған кезде жыртып алмауға тырысыңыздар, сондықтан ақырындап ұрамыз. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздай тауығымызды жақсылап тұрып сойып алдық. Енді тұздаймыз. Қара мейізді саламыз. Жаңғақ. Жаңғақты салғанда сындырып салу керек, өйткені рулетті турап жатқан кезде жаңғағымыз сынып, рулетті жыртып жіберу мүмкін. Мінекей турап алдық, салып алдық. Енді екі бұрышын ішіне қайырып, енді ішіне әдемілеп ораймыз. Рулетімізді тығыздап. Қыздар, мінекей рулетімізді орғап алдық қой. Енді бұны бір жарты сағатқа біз тоңазытқышқа қойып қоюымыз керек. Демек, морозильникке, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағаттан кейін шығарып, клярға аунатып, клярдан кейін панировочный сухариға аунатамыз. Содан кейін қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қыздар, жарты сағатымыз өтті. Мен рулетті алып шықтым. Енді біз сіздермен кляр жасаймыз. Жаңа айтқанымдай, оған керегі бізге 2 жұмыртқа, сүт қосамыз, 3-2. Жақсылап тұрып, оны араластырып аламыз. Енді бұған аздаған ұн қосамыз. Араластырамыз. Мінекей, қыздар, мен рулетімді морозильниктен шығардым ғой, жаңа енді клярымызды құямыз рулетімізге. Клярымызды құйдық, клярға аунатамыз тауығымызды. Ақырындап, рулетті жыртып алмай, панировочный сухариға аунатамыз. Осы рулетті қазір барып, жақсылап тұрып, қуырып аламыз. Майымызды құямыз табаға жақсылап тұрып. Қызды енді рулетті салып, екі жағынан жақсылап тұрып, қуырып аламыз. Мінекей, қыздар, қуырып алдық. Енді 15 минутқа 180 градуста духовкаға жібереміз. Қыздар, біздің рулетіміз дайын болды. Мінекей, пісіріп алдық. Енді әдемілеп турап саламыз. Мінекей, қыздар, рулетіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.